өткенде Алтын Құйбектің Фейсбугының астына Дүкен Мәсімхан жазып, Серікжан CIA-ге арыз жазам үстіңнен деп жазып қойыпты Дүкен Мәсімхан. Бір жерін жап, ауыт балдыз деп қойыпты. Ауыт қалай балдыз болады білмеймін ол. Дүкеннің қайсы қатыны бойынша балдыз болады. Олар Евразия университетінде жүргенде ағай бес қойып беріңізші деп келген қыздардың енді білмеймін енді. Қайсысы ауытқа туыс білмеймін енді. Жоқ, официальный балдыз ба, не официальный балдыз ба білмеймін енді. CIA-ге арыз жазам дейді. Дүкен сен арыз жазып мені Қазақстанда соттаттың ғой. Енді CIA сен Қазақстанның киембіс екен деп қалдың ба? CIA сенің кім екеніңді білген күні Қазақстан өкіметіне айтады ғой, халықаралық сотқа тартайық мына сұмырайды деп. Сен CIA-ге бір хат жаз сөз. CIA-дің не екенін білесің бе өзі сен өзі? Не екенін білесің бе? Сен хат жаз алдымен. Мен Дүкен Мәсімханмын деп бір қытайша өзің білетін қытайшаңмен хат жаз. Сосын сені CIA халықаралық сотқа тартсын, сосын сені. Серікжанның үстінен арыз жазған, арыз ұйымдастырған, бәле артқан деп. Сонда Қазақстан өкіметі саған ие бола алмай ма? Бәлесінен аулақ деп қол аяғыңды байлап, киімбіңнің өзі халықаралық сотқа апарып береді. Сен ертерек сол Пекинге қашасың-ау деймін. Пекинге қашасың ба, Томар екеуің? Солтүстік Кореяға қашасың ба, Кубаға қашасың ба, бір жерге қаш енді. Қазақстан сені ұстап, сендерді ұстап, халықаралық сотқа мен арыз берген күні, ертесі сендерді қол аяқтарыңды байлап, киімбінің өзі тапсырып береді. Чақанықтарыңмен қосып. Ой, әңгімені біраз періп тастадыға, біраз әңгіме кетіп қалды. Айтқа бұйырмаңдар, шабыт келгенде өстіп жіберіп тастайын. 2 күн болды ғой деймін, лекция сөйлемегенме. Мына елдер күліп жатыр. Facebook бөлісіп жатсыздар ма? Ұмытпай, әр осында отырған 125 қазақ отыр екенсіздер. Оның 25-і Қытайдың шпионы дегенде 100 қазақ. Бөлісіңіздер шана 25 Қытайдың шпионына өкпе жоқ. Олар бақылап айлық алып отыр. Атажұрт дейтін үйім құрғанда Үрімжіде 3 қабат мекеме құрылыпты дейді. Мына Дүкен Мәсімхан, мына Томар дегендер, жаңағы ең кіші сарылар. Солар мына Үрімжіде сол мекеме құрылып дегеннен шығады ғой. Мына Азаттық радиосы ең алғаш болып, коммунизмге қарсы болып, Совет одағын құлатамыз дегенде, сол Дүкен Мәсімхан сол түнімен Азаттықты жаңағы тыңдап, соны аударады екен, сол мекемеде отырып. Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитетіне тапсырады екен. Азаттық радиосы битті. Азаттық радиосы Оспан Бандыны Оспан Батыр деді. Ойбай, Азаттық радиосы жаңағы Әкбар Батыр мен Сейіт Батыр туралы айтты. Азаттық радиосы битті деп соны Дүкен аударады екен. Оның сол қытайшасы сол мына Азаттықты аударып жүріп, сөздік қарап қытайшасы жетілді. Пекиндегі университетте бұлардың бәрі шайқаған бәледер ғой, сол Қытайдың жүн-жүнін етіп, сол Пекинді қыдырып, сол болмаса Пекиндегі жаңағы ұлттар университеті деген өңкей мына жергілікті кадрлерді, ауылдың, совхоздың, колхоздың директорын жетілдіреді ғой баяғыда мына Мәскеуде оқытқан. Ал сондай бір 3-ші категориядағы университет негізінен сол Қытайға адал адамдарды жетілдіреді. Сода оқығандардың бәрі емес, солардың ішінде ұлтшылдар да бар бір бөлімі, бірақ аз, бірақ дені сол қазір Омар Әділ Мәсімхан бастаған сол қытайшылдардың айналасында олар ұйымдасқан Қытай компартиясы үшін жұмыс істейтін кәдімгі топ, өздерін өтіріктен ұлтшылдық көрсетеді. Қазақстанға арнайы тапсырмамен келген, Қытайдағы қоғамдық ғылымдар академиясы дейтін істеген, ол жерге тек Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитетінің фильтрінен өткендерді ғана алады. Жаңа Дүкен Мәсімханның да Омар Әділбектің де ол жерде сол Қытай компартиясының тапсырмасымен Азаттық радиосының, яғни Американың радиосының қазақша бергенін қытайша аударуға жауапты болған. Кейін Қазақстан тәуелсіздік алғанда оларды осы жаққа өтірік ұлтшылдық жіберген. Біздің бүкіл Қазақстанның интеллигенцияларының кітаптарын шығарумен, соларды Қытайға тасумен, қыдыртумен айналысқан. Олардың ішінде жаңағы сол чақанықтарын, солардың бірінші қақпанын басқан. Сол Дүкен Мәсімхандардың осыдан жаңағы Омар Әділбектердің осыдан 10-15 жыл бұрын сол жаңағы әлгі қарғысолық бар ғой, қазақтың бас қарғысолығы қарғап тастайтын. Нөмір 1-ші қарғысолық, жау келгенде қарғап кері қайтарып беретін. Сол қарғысолықтарында апарып ішкі Қытайды қыдыртып қайтқан. Бүкіл ақын жазушының кітабын шығарып береді, мешіт салады өтіріктен, сөйтіп қазақ қоғамында өздерінің жағымды образын қалыптастырып жүргендер. Енді жуырда солардың атаманы бар, доктор соқтары бар, ақбас көкбасы бар, бәрі жиналып мақаладар жазып, мына Пекинде Си Цзиньпин бұйрық берді ғой, Қытайдың жағымды, сүйкімді образын қалыптастырайық деп. Енді Қытайды жақсы көрсетуге тыраштанып жатыр солардың бәрі. Сақ бол қазақ,
Аман бол қазақ, осындай сұмырайлардың бетін мен неге жыртып отырмын? Сен ойланбасаң болмайды. Біз біліп отырмыз, біз ұлтшыл қазақпыз. Біз қазақ үшін жүрегімізді жұлып беруге дайынбыз. Қытайдың түрмесінен мыңдаған, он мыңдаған қазақтың шығуына тіке себепші болдық. Қытай концлагерінің бүкіл әлемге әшкере болуына тіке себепші болдық. Сайрагүл Сауытбайды құтқару үшін кеудемізді өлімге де, басымызды бәйгеге тіктік, өлімге бетпе-бет келдік. Көлік шырғалаңы да туылды, қастық болды, артымыздан доңғалағымыз да атты. Ол қазақ үнде сол кезде жарияланды, өшіріп тастамаса. Оның бәрі бар. Сайрагүлді Қытайға қайтармақшы деп дабыл қағып көп өтпей өзім ұсталдым. Сол кезде де айтты, сен сол үшін ұсталдың деп. Осының бәрі неге? Неге бүкіл мал мүлкімізді тартып алып, әке шешемнің банк есепшотында, менің есепшотымдағы ақшаның бәрін мұздатып, бәленбай 100 000 доллар ақшамнан айырылып, міне Қазақстаннан құр дамбалмен шықтық, міне. Құр дамбалмен шықтық. Бүкіл жаңағы арестке қойды. Тартып алған 6 телефон қайтарған жоқ. Ата жұрттың бүкіл компьютер, анау фильм түсіретін жабдықтарын тартып алып, үйімді 2 мәрте өзінің сұмырай фейк ұлтшылдарына, жаңағы анау малдарға тіркеп берді 2 рет. Артынан олардың бәрі бізге арыз жазды, сол арыз жазу үшін кейінбінің құлдары қойылар. Енді олар өтірік ұлтшыл болып қазір анау мамайшыл болып жүр. Мамайшыл болып жүр ғой, енді кейін мамалатамыз ғой оларды. Қазір жүре тұрсын, санаулы күндері бар. Ал енді бұл жердегі менің айтайын дегенім, осындай сұмырайлармен неге алыстық? Неге Құдай берген өзімізге әулетіміздің байлығына дейін бас тартып, бүкіл ата-анамыздың бүкіл қаржысына дейін сарып қылып, ең соңында соның бәрін мұздатқызып, банк есепшотымызға дейін әлі мұздаулы тұр мысалы. Неге істеп отырмыз? Ұлттың мүддесі үшін. Себебі дүние қолдың кірі. Дүние әке шешеме де жолдас болған жоқ, кетті. Ол кісілер де менің ұлттың мүддесі үшін жұмыс істеуіме батасын берді. Әкем де шешем де батасын берді. Тірісінде батасын берген олар. Балам, еркек тоқты құрбандық деді. Мен сол үшін шықтым. Әр күні кеште, шешем марқұм бар, әр күні кеште сағат 10-11-де Radio Free Asia'дан бүгінгі хабарың шығып па, бүгінгі хабарың шығып па деп отырып тыңдайтын сол кісі. Әр күні 10-15 қазақтың хабарын Radio Free Asia'ге беріп отыратынбыз. Әр күні соны Radio Free Asia'ны тыңдайтынбыз. Шеше шығыпты, мына бәленше шығыпты. Анау әкесі сотталып кеткен шығыпты міне деп. Соның бәрін тыңдап, батасын беріп отыратын. Сондықтан мен өкінбеймін. Ол халқым қолдап отыр, қазағым қолдап отыр, шетелдегі қазақтар қолдап отыр. Міне, соған мен өкінбеймін. Ешқашан өкінбеймін. Мынау Еуропадағы қазақтарға, Германияда, Францияда, Түркияда қазақтарға егер тағы да қолдаймын десеңдер, мен жуырда Америкадан банк есепшот аштым қызық болғанда. Банк есепшотымда тіке лақтырып беруіме болады. Тіке сол Еуропа, Америкадан менің Америкадағы, оны кейінбі бақылай алмайды ең қызығы. Кімге көмектесіп жатыр, кейінбі бақылай алмайды. Тіке лақтыра бересіз. Халықаралық есепшотым бірақ ашқызып қойдым. Себебі Америкада қысқасы супермаркетке кірсең де ақша сызып жүре береді екенсің, бензин машинаға төлеп қарап жақсы екен, жаңағы көлігіңнен бүйтесің де сызастап кете бересің бензинді. Супермаркетте де карточка сызып, жаңағы сатушыға жоламай өзің төлеп өзің шығып кете береді екенсің. Карточка жасатып қойдық.